Егер әңгімем ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз маған жаңа әсерлі хикаялар ұсынуға шабыт береді. Рахмет. 7 жыл. Тұп-тура 7 жыл бойы Гүлнәр ана әр таңды бір үмітпен қарсы алып, әр кешті бір күрсініспен шығарып салатын. Ескі үйдің терезесі алдындағы орындыққа отырып, ауылдың шетіне қарай созылған қара жолға ұзақ қарайтын әдет тапқан. Сол жолмен бір күні ұлы мен келіні күлімдеп кіріп келеді деп сенетін. Көршілердің көбі әлде қашан үмітін үзген. Байғұстар тірі болса, осы уақытқа дейін бір хабар берер еді. Бәлкім шетелде басқа өмір бастап кеткен шығар. Әлде бір жамандыққа ұшырады ма екен? Осындай сөздерді естіген сайын Гүлнәрдің жүрегі қан жылайтын. Жоқ, менің әсетім ондай емес. Ол балаларын тастап кетпейді, дейтін көз жасын жасырып. Үйдің төрінде екі кішкентай бала үнсіз ойнап отыратын. Қазір олар бұрынғыдай кішкентай емес. Алинұр 12-ге келді, ал Айсұлтан 10 жаста. Екеуі де ата-анасын суреттен ғана таниды. Кейде Айсұлтан: «Әже, әкемнің даусы қандай еді?» деп сұрайды. Сонда Гүлнәр сыртқа шығып кететін. Өйткені ол бұл сұраққа жауап бере алмайтын. Күн сайын ұмытылып бара жатқан дауысты қалай жеткізсін? 7 жыл бұрын. Әсет, құжаттарыңды тағы бір рет тексеріп шықтың ба? Мөлдір үстел үстінде жатқан көк папканы ашып, ішіндегі қағаздарды қайта санап отырды. Паспорт, виза, келісімшарт, медициналық анықтама. Бәрі түгел сияқты. Әсет асүйдің терезесінен аулаға қарап үнсіз тұрды. Екі ұлы далада асық ойнап жүр. Үлкені 5 жаста, кішісі 3-ге енді толған. Осы балаларды тастап кетіп бара жатқанымыз дұрыс па? Деген ой оның санасын қайта-қайта мазалайтын. Бірақ амал жоқ еді. Үйдің несиесі, жиналып қалған қарыз, әкесінің ем-домына кеткен шығын, күн сайын қымбаттап жатқан өмір. Барлығы иығына ауыр жүк болып артылған. Ауылдағы құрылыс жұмысы айына әрең күнкөріске жететін ақша береді. Ал Англиядағы жұмысқа шақырған агенттік айына 4000 фунтқа дейін табыс табуға болатынын айтқан. 2 жыл шыдаймыз, деді Әсет баяу ғана. Кейін балаларымыз ештеңеден тақпайды. Мөлдір күйеуіне қарап жымиғанмен көңілінде тыныштық жоқ еді. Мен кеше түс көрдім. Қандай түс? Сені іздеп жылап жүр екенмін. Әсет күліп жіберді. Сен де. Түске сене берме. Бәрі жақсы болады. Мөлдір үндемеді. Соңғы кезде оның жүрегі бір белгісіз қауіптен тынышталмай жүрген. Кешке бүкіл отбасы бір дастархан басына жиналды. Әсет жолға шығар алдындағы соңғы кеш екенін сезіп, балаларынан көзін ала алмады. Алинұр асқа тойып болған соң әкесінің тізесіне шығып отырды. Әке, я бұтам. Англия алыста ма? Өте алыста. Ұшақпен ғана барасың. Ал сен қашан келесің? Әсет жауап бере алмай қалды. Кез келем. Маған не әкелесің? Не қалайсың? Үлкен қызыл велосипед. Әкелем. Уәде ме? Уәде. Айсұлтан болса анасының етегінен ұстап алған. Анашым, сен кетпе. Мөлдір баласын құшағына басып, көз жасын әрең тоқтатты. Анашым міндетті түрде келеді. Сен ер азамат болып, әжеңді тыңдайсың ба? Жоқ. Мен сенімен барам. Осы сөз Мөлдірдің жүрегін тіліп өткендей болды. Ол сыртқа шығып кетті. Қараңғы түсе бастаған. Ауылдағы алма ағашының түбіне барып, үнсіз жылады. Бір кезде Әсет келіп қасына отырды. Жылама. Жылама. Өзіңнің де ішім өртеніп тұр. Бірақ біз мұны балалар үшін істеп жатырмыз. Я. Бірақ неге жүрегім бір жамандықты сезеді? Әсет әйелінің қолын қысып ұстады. Мен қасындамын. Екеуміз бірге болсақ, ештеңеден қорықпаймыз. Екеуі де дәл осы сөздің бірнеше күннен кейін орындалмай қалатынын қайдан білсін? Таң бозара бастағанда Гүлнәр ана ұйқысынан ерте оянды. Көңілі алай-дүлей. Түнде қайта-қайта шошып оянған. Түсінде ұлы мен келінін қанша іздесе де таба алмай, қалың тұманның ішінде адасып жүріпті. Түс қой деп өзін жұбатқысы келді. Бірақ ана жүрегі тынышталмады. Ас үйге кіріп самауырының астына от жақты. Бүгін балаларын ұзақ сапарға шығарып салатын күн. 1 сағаттан кейін үйдің іші тіршіліктің дауысына толды. Мөлдір жол сөмкесіне соңғы заттарын салып жатты. Әсет балалар әлі ұйықтап жатқан бөлмеге кірді. Екі ұлы бір-біріне құшақтасып, бейқам ұйықтап жатыр. Ол үнсіз ғана олардың қасына отырып қалды. Алинұрдың шашынан сипады. Айсұлтанның кішкентай алақанын қолына алды. Көзінен еріксіз жас шығып кетті. Әке,
деп күбірледі ұйқылаяу Алинұр. Кетіп барасың ба? Әсет күлімсіреген болды. Я, ботам. Бірақ тез қайтамын. Сен жеткенше емес пе? Жоқ. Сен мектепке барғанша келем. Рас па? Рас. Бала әкесіне сенді. Өйткені балалар ата-анасының өтірік айтпайтынына әрқашан сенеді. Ал Әсет сол сәтте өз уәдесін орындай алмай қалатынын білгенде ғой. Таңғы ас үнсіз ішілді. Әдетте әзілдесіп отыратын Әсет бүгін көп сөйлемеді. Мөлдір де үнсіз. Гүлнар ана ғана қайта-қайта. Бірдеңе ұмытып кеткен жоқсыңдар ма? Құжаттарын түгел ме? Ақшаларыңды бөлек салдыңдар ма? Деп сұрай берді. Уайымдамаңыз апа, бәрі дұрыс, деді Мөлдір. Бірақ оның даусының дірілін ешкім байқамаған жоқ. Үйдің алдына такси тоқтады. Жүргізуші жүк салғышты ашып, әуежайға кешігіп қалмайық, деді. Осы сөзден кейін ғана бәрі бұл қоштасудың шын екенін сезінді. Алинұр жүгіріп келіп әкесін құшақтады. Әке, сен келгенше мен сабақты жақсы оқимын. Жарайсың, батыр. Ал велосипедті ұмытпа? Ұмытпаймын. Айсұлтан болса анасынан айырылмай қойды. Анашым, бармай-ақ қойшы. Мен түнде сенсіз ұйықтай алмаймын. Мөлдірдің көзінен жас ыршып кетті. Мен де сені қатты сағынамын. Бірақ аз ғана уақыт шыдаймыз. Кейін ешқашан айырылмаймыз. Баласының маңдайынан қайта-қайта сүйді. Жүрегі әлденеден қысылып бара жатты. Көлік қозғалғанда екі бала соңынан жүгірді. Әке, анашым! Мөлдір артына жалт қарады. Айсұлтан жылап келеді. Алинұр інісінің қолынан ұстап тоқтатуға тырысып жүр. Гүлнар ана көз жасын сүртіп, екі немересін құшағына басып қалды. Жетеді балалар. Әке шешелерің келеді. Мөлдір бұрылып кетті. Балаларының көз жасын тағы бір секунд көрсе, көлікті тоқтатып, қайтып түсетіндей күйде еді. Әсет әйелінің қолынан ұстады. Біз мұны бекер істеп жатқан жоқпыз. 2 жылдан кейін осы күнді күліп еске аламыз. Мөлдір басын изегенмен іштей, тек аман болсақ екен, деп тіледі. Алматыға жеткенше екеуі болашақ туралы көп әңгімелесті. Бірінші қарызды жабамыз. Сосын үйдің шатырын ауыстырам. Балаларды жақсы мектепке береміз. Анамды емдетеміз. Саған көлік алып берем. Ал сен ше, деді Мөлдір күлімдеп. Маған ештеңе керек емес. Балаларымыздың күліп жүргенін көрсем болды. Мөлдір күйеуіне сүйсіне қарады. Сол үшін де сені жақсы көрем. Әсет оның қолынан ұстап, не болса да бірге көреміз, деді. Бұл сөзді естіген сайын Мөлдірдің көңілі орнына түсетін. Өйткені күйеуі қасында болса, ештеңеден қорықпайтын. Әуежайға келгенде агенттіктің қызметкері оларды күтіп алды. Жасы 40-тар шамасындағы костюм киген өте сыпайы адам екен. Сәлеметсіздер ме? Мен Болат боламын. Ұшаққа тіркелуге көмектесемін. Алаңдамаңыздар, бәрі жоспар бойынша. Ол күлімсіреп сөйлеген сайын күдіктің бәрі сейілгендей болды. Құжаттарын тексеріп шықты. Англияда сіздерді біздің әріптестеріміз қарсы алады. Жұмыс орындары дайын. 1 апта ішінде келісімшартқа қол қойып, толық жұмысқа кірісесіздер. Бірге жұмыс істейміз бе? Деп сұрады Мөлдір. Болат еш ойланбастан, әрине. Ерлі зайыптыларды мүмкіндігінше бірге орналастырамыз. Осы сөзді естіген соң Мөлдір жеңіл тыныс алды. Ал Болаттың жүзіне қарасаң, ешқандай күдік туғызбайтын. Егер сол сәтте олар бұл адамның жалған сөйлеп тұрғанын білгенде, бәлкім сол күні-ақ елге қайтып кетер ме еді. Бірақ тағдыр оларды әлдеқашан басқа жолға бастап қойған еді. Алматы әуежайындағы қарбалас Әсет пен Мөлдірге мүлде басқа әлем сияқты көрінді. Әркім өз бағытымен асығып жүр. Бірі туыстарын құшақтап қоштасу жатса, енді бірі қуана күліп суретке түсіп жүр. Ал Мөлдірдің көзі адамдардың арасында қалып бара жатқан балаларды іздегендей қайта-қайта есік жаққа қарай берді. Балалар қазір не істеп жатқан екен, деді жай ғана. Әлі әжемен бірге таңғы ас ішіп отырған шығар, деп жауап берді Әсет. Айсұлтан жылап қалған шығар. Анам жұбатады. Ал Алинұр үндемей қалады. Ол бізге білдірмейді. Мөлдір керең күрсінді. Ол ана жүрегінің дәл қазір қалай ауырып тұрғанын ешкімге жеткізе алмайтын. Ұшаққа мінетін уақытта келді. Бұл екеуінің өмірінде алғаш рет шетелге шығу еді. Мөлдір терезе жанындағы орындыққа отырды. Ұшақ қозғалғанда еріксіз Әсеттің қолынан ұстап алды.
Қорқыттысың ба? Деді Әсет күлімсіреп. Аздап. Мен жанымдамын ғой. Мөлдір жымиғанымен жүрегі бәрібір тынышталмады. Ұшақ көкке көтерілгенде Қазақстанның кең даласы кішкентай ғана болып алыстай бастады. Мөлдір көз жасын білдірмей сыртып алды. Не болды? Білмеймін. Бір түрлі болып тұрмын. Елді қимай тұрмын. 2 жылдан кейін қайта ораламыз. Сол кезде өз үйіміз болады. Балаларымызды ештеңеден тарықтырмаймыз. Мөлдір басын изеді. Иә, бәрі солай болсыншы. 8 сағаттан астам уақыт өткен соң, ұшақ Лондон әуежайына қонды. Әуежайдың үлкендігіне екеуі де таңырқап қалды. Айналадағы адамдардың бәрі ағылшынша сөйлейді. Ештеңе түсінбейді. Жоғалып кетпесек болды, деді Мөлдір. Уайымдама, бізді күтіп алады деген. Жолаушылар легімен бірге сыртқа шыққан кезде, қолында ақ қағаз ұстап тұрған ер адам көздеріне бірден түсті. Қағазда үлкен әріптермен Асет Мөлдір деп жазылып тұр екен. Сәлеметсіздер ме? Деді ол қазақша. Жолдарымыз жақсы болды ма? Әсет бірден қуанып кетті. Уағалейкум ассалам. Иә, жақсы болды. Менің атым Еркін. Компаниядан келдім. Қош келдіңіздер. Өз тілінде сөйлеген адамды көрген соң, екеуінің де көңілі орнына түсті. Шынымен бәрі заңды екен ғой, деп ойлады Әсет. Еркін олардың сөмкелерін көлікке тиеп жатып, бүгін демаласыздар. Ертең құжаттарды рәсімдеп, жұмыс орындарыңызға жібереміз. Біз бірге жұмыс істейміз бе? Деп сұрады Мөлдір тағы да. Еркін жымиып, уайымдамаңыз. Барлығы өз ретімен болады. Әзірге демалып алыңыздар. Жауап анық болмағанмен, күлімдеген жүзі күдікке орын қалдырмады. Көлік қала көшелерімен жүйткіп келеді. Әсет терезеден Лондонның әсем ғимараттарына қызыға қарап отыр. Мөлдір қараш. Неткен әдемі қала. Балаларды да бір күні осында алып келерміз. Иә, сол күнге аман жетейік. Біраз уақыттан кейін қала орталығы артта қалды. Көлік тар көшелерге, кейін мүлде адам аз жүретін жолдарға бұрылды. Мөлдір мазасыздана бастады. Біз қайда бара жатырмыз? Жатақхана қала сыртында ма? Еркін еш қысылмай. Иә. Қаладағы пәтерлер өте қымбат. Сондықтан жұмысшылар уақытша осы жақта тұрады. Әсет мұны қалыпты жағдай деп қабылдады. Жарты сағаттан кейін көлік ескі 2 қабатты ғимараттың алдына тоқтады. Үйдің сырты сүреңсіз. Терезелердің кейбірі сынған. Аулада үнсіз жүрген бірнеше шетелдік жұмысшы ғана көрінеді. Мөлдір ішінен. Суреттегідей әдемі жатақхана емес екен, деп ойлады. Бірақ ештеңе демеді. Ішке кіргенде ұзын дәлізден өткізіп, шағын бөлмеге орналастырды. Бөлмеде 2 темір кереует, бір үстел, бір ғана кішкентай терезе. Бүгін осы жерде демаласыздар, деді Еркін. Ертең таңертең сағат 7-де дайын болыңыздар. Есік жабылған соң, Мөлдір бөлмені үнсіз шолып шықты. Әсет, саған бәрі бір түрлі көрінбей ме? Әсет те бөлменің жыпыны екен байқап тұр, бірақ әйелін қорқытқысы келмеді. Бәлкім уақытша шығар. Ертең бәрі белгілі болады. Мөлдір басын изегенімен, көңіліндегі ауыр сезім күшейе түсті. Дәл сол түні оның көзіне ұйқы ілінбеді. Ал Әсет ертеңнен бастап жаңа өмір басталатынына әлі де сеніп жатқан еді. Таңғы сағат 6-да дәліздегі қатты дыбыс екеуін селк еткізіп оятты. Есікті біреу тоқпақтап тұр. Тұрыңдар, 7-де төменде болыңдар, деген ер адамның даусы естілді. Әсет сағатына қарады. Ерте екен. Мөлдірдің түнімен көзі ілінбегені түрінен ақ байқалып тұр. Ұйықтай алмадың ба? Жоқ. Бір түрлі түс көрдің. Не көрдің? Сені шақырып айқайлап жатырмын, бірақ сен мені естімейсің. Әсет әйелінің иығынан құшақтап. Болды жан. Бүгін жұмысымызды бастаймыз. 1-2 күнде бәрі өз қалпына келеді. Мөлдір еріксіз жымиды. Ол күйеуінің сөзіне сенгісі келді. Төменгі қабатқа түскенде олардан басқа да 20 шақты адам жиналып қалыпты. Әр ұлттың адамдары. Бірі үнсіз қабырғаға сүйініп тұр, бірі жерге қарап кеткен. Ешкімнің жүзінен қуаныш байқалмайды. Мөлдір олардың жанынан өткенде орта жастағы әйел бір сәт көзіне қарап қалды. Әлгі жанардан аяныш байқалғандай болды. Бірақ ол ештеңе демеді. Бірнеше минуттан кейін кешегі Еркін тағы келді. Бүгін оның жанында 2 бейтаныс ер адам бар еді. Қайырлы таң, деді ол салқын ғана. Қазір құжаттарыңызды рәсімдейміз. Паспорттарыңызды беріңіздер. Әсет еш ойланбастан көк папканы ашып, 2 паспортты ұсынды. Қашан қайта аласыздар? Деп сұрады ол.
2-3 күнде. Мұнда барлық шетелдік жұмысшылардың құжаттары уақытша тіркеуде болады. Жауап сенімді естілді. Мөлдір де күмәнданбады. Паспорттар қолдарынан кеткен сол сәтте, олардың туған еліне қайта оралу жолда приндай бастаған екеуі де сезбеді. Жарты сағаттан кейін тізім оқыла бастады. Томас, Давид, Ирина. Адамдар бірінен соң бірі сыртқа шығып, әртүрлі көліктерге отырып жатты. Кенет: Әсет! Мен! Көк автобусқа отыр. Әсет сөмкесін көтере бергенде, Мөлдір де орнынан тұрды. Бірақ келесі сәтте басқа дауыс шықты. Мөлдір, сен ақ микроавтобусқа. Мөлдір таңырқай қарады. Жоқ, біз бірге едік қой. Еркін күлімсірегендей болды. Уақытша ғана. Әртүрлі нысандарға жіберіледі. 1 айдан кейін қайта қосыласыңдар. Бірақ бізге бірге жұмыс болады дегенсіздер ғой, деді Әсет. Жоспар өзгерді. Уайымдамаңыздар. 1 ай деген тез өтеді. Әсет әйеліне бұрылды. Қорықпа. Мен демалыс күні міндетті түрде сені іздеп келемін. Мөлдірдің көзіне жас толды. Рас па? Әрине. Қайда болсан да тауып аламын. Екеуі құшақтаса бергенде, әлгі 2 ер адам жақындап келді. Жылдам. Уақыт жоқ. Олар Әсет пен Мөлдірді 2 жаққа ажыратып жіберді. Мөлдірдің қолы күйеуінің қолынан сырғып шығып кетті. Әсет! Мөлдір! Екеуі бір-біріне қарай ұмтылғанмен мүмкіндік берілмеді. Әсетті автобусқа қарай итерді. Мөлдірді микроавтобусқа отырғызды. 2 көлік бір уақытта қозғалып кетті. Әсет артқы терезеден әйеліне соңғы рет қарады. Мөлдір де көз жасын тия алмай, күйеуінің отырған автобусын көзі көрмей кеткенше шығарып салды. Екеуі де 1 айдан кейін емес. 7 жыл бойы бір-бірін көрмейтіндерін қайдан білсін. Ал дәл сол сәтте олардың қолындағы төлқұжаттар әлдеқашан басқа біреудің сейфіне салынып жатқан еді. Сол күннен бастап Әсет пен Мөлдір үшін Англиядағы жаңа өмір емес, тірі қалу үшін күрес басталды. Автобус терезесінен сыртқа үнсіз қарап отырған Әсет уақыттың қалай өткенін де байқамады. Көлік Лондонның әсем көшелерінен баяғыда шығып кеткен. Биік ғимараттардың орнын ескі қоймалар, бос жатқан өндіріс аймақтары мен ұзын темір қоршаулар алмастырды. Жүрегі әлденені сезгендей мазасыздана бастады. Мөлдір де осындай жаққа кетіп бара жатыр ма екен? Әлде оны басқа қалаға алып кетті ме? Осы ой маза бермеді. Автобуста отырғандардың бәрі үнсіз. Бір бұрышта отырған егде жастағы ер адам ғана көзін жұмып алған. Қалғандарының жүзінен қорқыныш пен үмітсіздік байқалады. Бір кезде автобус биік қақпаның алдына тоқтады. Темір есік автоматты түрде ашылып, автобус ішке кірді. Артынша қақпа қайта жабылды. Әсет айналасына көз жүгіртті. Биік қоршаулар, бейнекамералар, қара киім киген күзетшілер. Бұл жердің жұмыс орнынан гөрі жабық мекемеге ұқсайтыны анық еді. Түсіңдер, деп айқайлады бір күзетші. Әсет сөмкесін алып түсе бергенде, әлгі адам оның жолын кесті. Қалтаңдағының бәрін шығар. Сағат, әмиян. Телефон болса телефон. Телефоным кеше алынған. Онда әмияныңды бер. Неге? Мұнда сұрақ қоймайсың? Әсет үнсіз әмиянын ұсынды. Ішінде балаларының кішкентай суреті бар еді. Күзетші ақшасын алып қалып, суретті қайтадан әмиянға салды. Әсет суретті көргенде жүрегі шым ете түсті. Алинұр, Айсұлтан. Оны ұзын дәлізбен алып жүріп, темір есігі бар бөлмеге кіргізді. Бөлменің іші тар, 2 қатар болып қойылған темір кереуеттер. Ескі матрастар, ылғал иісі мүңкіп тұр. Іште 10 шақты адам отыр. Ешкім сөйлемейді. Әсет амандасқанмен ешкім жауап бермеді. Кек терезе жанында отырған қараторы жеткана орнынан тұрды. Қазақсың ба? Иә. Әсет, мен Дастанмын. Екеуі қол алысты. Қай жақтан келдің? Жетісу облысы. Сен ше? Шымкенттен. Қанша күн болды келгеніңе? Дастан жымиғандай болды. Бірақ ол жымиыс, қуаныш емес, шарасыздық еді. Күн емес, 2 жыл. Әсет естімегендей болып қалды. 2 жыл? Иә. Бірақ келісім шарт. Біз де сол келісім шартқа сендік. Бәріміз заңды жұмысқа келдік деп ойладық. Кейін бәрін түсіндік. Әсет үнсіз қалды. Не түсіндіңдер? Дастан жан-жағына қарап алды, баусын бәсеңдетіп. Бізді сатып жіберген. Әсет күліп жіберді. Қойшы, ондай болу мүмкін емес.
Бұл Англия ғой. Заң бар емес пе? Дастан басын шайқады. Заң бар. Бірақ бізді ешкім көрмейді. Құжат жоқ. Телефон жоқ. Сатқа шығуға болмайды. Қашқандарды қайта ұстап әкеледі. Кейбірін содан кейін ешкім көрген жоқ. Әсеттің тамағына бірдеңе кептеліп қалғандай болды. Ал полиция ше? Полицияға қалай барасың? Қақпадан шығудың өзі мүмкін емес. Оның үстіне ағылшын тілін білмейміз. Құжатымыз жоқ. Бізді заңсыз келді деп өзімізді кінәлі қылып шығарады деп қорқытты. Әсет қабырғаға сүйеніп отырды. Кеше ғана балалармен қоштасқан сәті көз алдына келді. Жоқ, бұл түс шығар. Ол осының бәрі бір қорқынышты түс болып шықса екен деп тіледі. Бірақ дәл сол сәтте темір есік тарс ашылды. 5 минуттан кейін жұмысқа шығасыңдар, деп айқайлады күзетші. Кім кешіксе, тамақ жоқ. Дастан ауыр күрсінді. Көрдің бе? Біздің өміріміз енді осындай. Әсет алғаш рет мөлдір үшін шын қорықты. Құдайым, тек оған ешкім тиіспес екен. Ол дәл сол сәтте мөлдірдің де басқа жерде дәл осылай көз жасын тия алмай отырғанын қайдан білсін? Дәл сол уақытта мөлдір отырған ақ микроавтобус қаладан ұзап, кең алқаптың ортасындағы алып жолжай кешеніне келіп тоқтады. Төңіректің бәрі темір тормен қоршалған. Қақпа алдында 2 күзетші тұр. Камералар әр бұрышқа орнатылған. Көлік ішке кірген соң темір қақпа қайта жабылды. Сол сәтте мөлдірдің бойын белгісіз қорқыныш биледі. Күйеуім қайда? Деп тағы сұрады. Жүргізуші бұл жолда жауап бермеді. Есік ашылып, сырттан дөрекі дауыс естілді. Төс! Мөлдір қолындағы сөмкесін көтеріп түсе бергенде, бір әйел келіп, оның қолындағы сөмкені жұлып алды. Бұл не? Менің киімдерім. Тексеріледі. Сөмкені ашып, ішіндегі барлық заттарды бір-бірлеп қарай бастады. Балалардың суреті, қазақша кітап, киімдері, дәрілері, бәрін үстелге жайып тастады. Мөлдір үнсіз қарап тұр. Кенет әйел суретті қолына алып. Бұлар кім? Менің балаларым. Қайтарыңызшы. Әйел суретті бір сәт қарап тұрды да, үстелге қайта лақтырып жіберді. Мөлдір суретті алып, жүрек тұсына қысып қойды. Бұл туған үйінен қалған жалғыз естелік еді. Оны 4 әйел тұратын бөлмеге кіргізді. Бөлменің іші тар, терезеде темір тор. Ескі 2 қабатты кереуеттер. Бір бұрышта үнсіз отырған әйелдер жаңа келген қызға аянышпен қарады. Бірнеше секундтан кейін жасы 40-тарға келген әйел орнынан тұрды. Қазақсың ба? Мөлдірдің көзі жайнап кетті. Иә. Сіз де қазақсыз ба? Иә. Менің атым Жанна. Ақтөбеденмін. Сен ше? Жетісу облысынамын. Атым Мөлдір. Жанна оның қолынан ұстап отырғызды. Қанша уақытқа келдің? 2 жылға. Күйеуім екеуміз бірге келдік. Бүгін бізді 2 жаққа бөліп жіберді. 1 айдан кейін қайта қосады деді. Жанна ұзақ үнсіз отырды. Көзінен аққан жасты білдірмеуге тырысты. Мен де дәл сол сөзге сенгенмін. 3 жыл бұрын. Мөлдірдің жүрегі зу ете қалды. Сіз де күйеуіңізбен келдіңіз бе? Жанна басын изеді. Иә. Содан бері көрген жоқпын. Екеумізді 2 фермаға жіберді. Алғашқы айларда күнде сұратын. Кейін ешкім жауап бермейтін болды. Қазір оның тірі екенін де білмеймін. Мөлдірдің тынысы тарылып кетті. Жоқ. Бізде олай болмайды. Әсет мені міндетті түрде табады. Ол уәдесінде тұратын адам. Жанна оның жүзіне ұзақ қарап отырды. Мен де дәл солай ойлағанмын. Бірақ мұнда уақыт өте басқаша өтеді. Күндер айға айналады. Айлар жылға айналады. Ал үміт біртіндеп сөне бастайды. Жоқ, мен үмітімді үзбеймін. Мөлдірдің даусы дірілдеп шықты. 2 балам бар. Олар бізді күтіп отыр. Біз міндетті түрде елге қайтамыз. Бөлмедегі әйелдердің еш қайсысы үндемеді. Өйткені дәл осындай сөзді кезінде олардың әр қайсысы айтқан еді. Сол күні кешке Мөлдір алғаш рет жылжайға жұмысқа шығарылды. Жылжайдың іші тымырсық, ауа ауыр. Таңғы 5-тен кешкі 7-ге дейін еңкейіп жұмыс істеу керек екен. Қасында жүрген украин қызы сыбырлап, шаршадың деп айтпа. Әйтпесе айқайлайды. Қателеспе. Әйтпесе тамақсыз қалдырады.
Мөлдірдің қолы дірілдей бастады. Ол өмірінде мұндай жұмысты істеп көрмеген. Бірақ ең қиыны жұмыс емес еді. Ең қиыны Әсеттің қайда екенін білмеуі болатын. Әр минут сайын қазір не істеп жүр екен? Тамақ берді ме? Мені іздеп жүрген шығар деген ой жанын жегідей жеді. Ал сол сәтте Әсет те басқа жерде дәл осылай әйелін ойлап тұрған еді. Әсеттің алғашқы жұмыс күні таңғы 6-да басталды. Күзетші темір есікті тарс ашып, 5 минут, киініп шығыңдар, деп айқайлады. Бөлмедегілердің еш қайсысы қарсы сөйлеген жоқ. Әркім үнсіз орнынан тұрды. Дастан ғана Әсеттің жанына келіп, не көрсең де ашуыңа ерік берме, деді жай дауыспен. Неге? Мұнда ашуланған адам өзі ғана шаба шегеді. Әсет ештеңе түсінбей басын изеді. Оларды үлкен қоймаға алып келді. Ішінде ондаған адам ауыр жәшіктерді сұрықтап жатыр. Бірі көтереді, бірі тиеп жатыр. Бірі қаптап жатыр. Жұмыс бір сәтке де тоқтамайды. Мына қатарға тұр, деді бригадир. Әсет ауыр қорапты көтере бергенде, оның салмағы күткеннен әлде қайда ауыр болып шықты. Белі шаншып кетті. Бірақ жандағы жұмысшылар үндемей жұмысын жалғастырып жатты. Ешкімнің шағымдануға батылы жоқ. Түскі асқа 15 минут қана уақыт берілді. Бәріне бір тілім нан, аздап сорпа мен бір стақан су таратылды. Әсет таңырқап қалды. Осы ғана ма? Дастан иығын көтерді. Бүгін жақсы күн. Кейде сорпа да болмайды. Әсет еріксіз балалар есіне түсті. Алины сорпаны ұнатпай. Әке, маған котлет жасап берші, деп еркелейтін. Ал Айсұлтан нанды шайға малып жейтін. Көз алдына балалар елестеген сайын тамағы жүрмей қалды. Сағындым, деді еріксіз. Бәріміз сағындық, деді Дастан. Бірақ мұнда жылаған ештеңені өзгертпейді. Кешке қарай жұмыс аяқталғанда Әсет күзетшінің соңынан жүгіріп барды. Кешіріңіз, әйелін туралы сұрайын деп едім. Күзетші бұрылып қарады. Қандай әйел? Мөлдір. Біз бірге келгенбіз. Ол қайда екенін айтып жіберіңізші. Күзетші мысқылдай күлді. Мұнда мыңдаған адам жұмыс істейді. Әйелінді іздеуге уақытын жоқ. Бірақ жұмысқа қара. Ол Әсетті иығынан итеріп жіберді. Әсет әрең кепетеңдігін сақтап қалды. Сол сәтте оның ішіндегі үміттің бір бөлігі үзілгендей болды. Сол түні бөлмеде ешкім ұйықтай алмады. Бірі жөтеліп жатыр, бірі үнсіз төбеге қарап жатыр. Әсет те көзін жұмса болды, Мөлдір көз алдына келеді. Олардың үйден шығар алдындағы соңғы кеші, балалардың күлкісі. Мен қасындамын. Екеуміз бірге болсақ, ештеңеден қорықпаймыз деген өз сөзі. Мен сені қорғай алмадым, деп сыбырлады ол. Көзінен аққан жасты ешкімге көрсетпеуге тырысты. Ал Мөлдірдің түні одан да ауыр өтті. Күні бойы жұмыс істегеннен белі мен қолы ауырып тұр. Бірақ денесінің ауырған емес, жүрегінің ауырған жаман еді. Ол жастығының астынан балалардың суретін алып шықты. Әсет екеуі ауылдағы суретханада түскен ескі сурет. Ортада екі ұлы күлімдеп тұр. Мөлдір суретті құшақтап жылады. Әсет, сен мені іздеп жүрсің бе? Тек аман болшы. Дәл сол кезде есік жайлап ашылды. Жанна кіріп келді. Ол ештеңе деместен Мөлдірдің жанына отырды. Жылап ал. Көз жасынды ішінде сақтама. Бірақ бір нәрсені есінде сақта. Мұнда тірі қалу үшін үмітіңді жоғалтпа. Үміт өлсе, адам да ішінен өледі. Мөлдір көз жасын сүртіп, мен Әсетті табам. Ол да мені табады. Мен осыған сенем. Жанна үнсіз ғана басын изеді. Бірақ оның жанарынан әлдебір ауыр шындық байқалып тұрды. Себебі ол 3 жыл бойы дәл осы сөзді өзі де қайталап келген еді. Арада 2 апта өтті. Әсет уақыттың қалай өтіп жатқанын өзі де аңғармай қалды. Таңғы 5-те оянады. Күні бойы ауыр жұмыс. Кешке бөлмеге құлап түседі. Осы өмір күн сайын қайталана берді. Бірақ бір нәрсе ғана өзгермеді. Ол Мөлдірге деген сағыныш. Күн сайын жұмыстың арасында бір сәт болса да әйелін ойламай өткен минуты болған жоқ. Бір күні түскі үзілісте Дастан Әсетті шетке шақырды. Саған бір нәрсе айтайын. Не болды? Кеше басқа нысаннан келген жігіттермен сөйлестім. Нақты білмеймін.
Бірақ олар қазақ әйелдің осында келгенін айтып қалды. Қайда? Қаладан алыс үлкен жолжайда екен. Аты кім? Білмейді. Бірақ екі баласын сағынып жылай береді деді. Әсеттің көзінен еріксіз жас шықты. Ол Мөлдір болуы мүмкін. Міндетті түрде ол. Мен сол жерге апаршы. Дастан иығынан ұстады. Сабыр сақта. Мұнда жүгіріп барып ешкімді таба алмайсың. Әуелі қалай шығатынымызды ойлау керек. Сонда сен қашуды ойлап жүрсің бе? Дастан айналасына қарап алды. Ақырын сөйле. Иә. 3 жылдан бері осы күнді күтіп жүрмін. Бірақ жалғыз қашу мүмкін емес. Көмек керек. Сен дайынсың ба? Әсет еш ойланбастан. Егер сол арқылы Мөлдірді табатын болсам, дайынмын. Сол түні Әсет ұзақ ұйықтай алмады. Ол алғаш рет бірнеше аптадан бері жүрегінде кішкентай болса да үміт пайда болғанын сезді. Мөлдір тірі. Ол осы ойды қайта-қайта қайталай берді. Ал сол уақытта Мөлдірде ұйықтай алмай жатқан. Кешке жұмыстан кейін аяқтары ісіп кеткен, қолдары тілім-тілім. Бірақ жан жарасы бәрінен ауыр еді. Жанна оның жанына келіп отырды. Саған бір жаңалық айтайын. Мөлдір жалт қарады. Қандай жаңалық? Бүгін басқа фермадан бір әйел келді. Ол қазақ жігіттерінің арасында бір жігіт әйелін іздеп жүргенін айтып қалды. Әйелінің аты Мөлдір екен. Мөлдірдің жүрегі тоқтап қала жаздады. Не дедіңіз? Иә. Ол күнде сені сұрай береді екен. Сенің тірі екеніңді білмейді. Мөлдір екі қолмен бетін басып, өксіп жылап жіберді. Әсет. Ол тірі. Мен сезгенмін. Жанна оның арқасынан сипады. Екеуің де бір-бірінен үміт үзбепсіңдер. Енді тек Алла қауыштырсын. Мөлдір көз жасын сүртті. Сол түні ол 7 жылдағы ең тыныш ұйқысын ұйықтады. Өйткені алғаш рет күйеуінің тірі екеніне сенімді болды. Бірақ олар әлі білмейтін бір шындық бар еді. Оларды бөліп тұрған тек жүздеген шақырым емес. Оларды бақылап жүрген адамдар Әсет пен Мөлдірдің бір-бірін іздеп жүргенін сезе бастаған еді. Ал бұл олардың өмірін бұрынғыдан да үлкен қауіп кетігетін. Түн ортасы. Бөлмедегі адамдардың көбі ұйықтап жатқандай көрінгенімен, ешкімнің көзі шынымен ілінбеген еді. Темір кереует сықырлаған сайын, күзетшілер есікті ашып, айқайлай ма деп бәрі елеңдеп жататын. Әсет те көзін жұмған жоқ. Оның ойында жалғыз ғана нәрсе болды. Мөлдір тірі. Осы ой оған бірнеше аптадан бері алғаш рет күш бергендей еді. Кенет төменгі қабатта жатқан Дастан жай ғана сыбырлады. Ұйықтамадың ба? Жоқ. Мен де. Ертең сөйлесеміз. Таңғы жұмыс әдеттегідей басталды. Бірақ бүгін Дастанның көңілі алаң сияқты. Ол қайта-қайта айналасына қарап қояды. Түскі үзіліс кезінде ол Әсетті қойманың артындағы бос контейнерге ертіп апарды. Мұнда ешкім естімейді. Не болды? Деді Әсет. Дастан біраз үнсіз тұрды. Мен саған сенемін. Бірақ айтатынымды ешкімге айтпа. Айтпайын. Осы жерден қашудың жолын таптым. Әсеттің жүрегі зу ете қалды. Рас айтасың ба? Иә. Бірақ бұл өте қауіпті. Істалсақ. Ол сөзін аяқтамады. Не болады? Ешкім нақты білмейді. Осыдан 2 ай бұрын 3 адам қашпақ болған. Біреуін ұстап әкелді. Қалған екеуін содан бері ешкім көрген жоқ. Әсет үнсіз қалды. Сонда да қашамыз. Мен Мөлдірді тауып, балаларыма қайтуым керек. Дастан алғаш рет жымиғандай болды. Мен сенің дәл осылай айтатынды білгенмін. Сол күні кешке қарай күтпеген жағдай болды. Қоймаға қара түсті қымбат көлік келіп тоқтады. Ішінен костюм киген 2 адам түсті. Барлық жұмыс тоқтатылды. Күзетшілер бірден тік тұра қалды. Бұлар кім? Деп сыбырлады Әсет. Иелері. Бізді сатып алған адамдардың бірі. Әсет ашыдан жұдырығын түйіп алды. Костюм киген адам жұмысшыларды бір-бірлеп қарап шықты. Бір кезде оның көзі Әсетке түсті. Мынау жаңа келген жігіт пе? Иә. Денсаулығы жақсы сияқты. Иә. Онда басқа нысанға жіберіңдер. Әсет ештеңе түсінбей қалды. Қандай нысан? Ешкім жауап бермеді. Бірақ Дастанның өңі бірден бозарып кетті. Кешке бөлмеге келген соң Әсет шыдамай сұрады. Басқа нысан деген не? Дастан үнсіз отырды. Айтшы. Ол жаққа кеткендердің көбі қайтып келмейді. Неге? Жұмысы одан да ауыр. Байланыс мүлде болмайды.
кейде басқа елдерге де жіберіп жатады. Әсеттің жүрегі шым ете қалды. Жоқ. Егер мені басқа жаққа жіберсе, Мөлдірді қалай табан? Сондықтан бізге асығу керек. 3 күннен кейін түнгі күзет ауысады. Сол кезде мүмкіндік болуы мүмкін. Әсет бір сәтте ойланған жоқ. Мен дайынмын. Ал дәл сол уақытта Мөлдір жұмысын аяқтап бөлмесіне қайтып келе жатқан. Кенет кеңсенің алдынан өтіп бара жатқанда іштен қазақша сөз естілді. Иә, жаңа келген қазақ әйелі осы ма? Мөлдірдің жүрегі атқақтап кетті. Ол байқатпай терезеге жақындай түсті. Иә, аты Мөлдір. Күйеуі де Қазақстаннан екен. Екеуі бір-бірін іздеп жүр дейді. Мөлдірдің денесі мұздап кетті. Олар Әсет туралы айтып тұр ма? Бірақ дәл сол сәтте артынан күзетшінің ашулы даусы естілді. Ей, не тыңдап тұрсың? Мөлдір селк етіп артына бұрылды. Күзетші оған суық жүзбен қарап тұр екен. Не істеп тұрсың мұнда? Мен жай ғана өтіп бара жатқанмын. Онда жүр. Мұнда тоқтауға болмайды. Мөлдір басын төмен түсіріп, бөлмесіне қарай жүре берді. Бірақ жаңа ғана естіген сөздері құлағынан кетпей қойды. Күйеуі де Қазақстаннан екен. Екеуі бір-бірін іздеп жүр дейді. Бұл шынымен Әсет пе? Әлде жай ғана ұқсастық па? Ол түнімен осы сұраққа жауап іздеп шықты. Таңертең жұмысқа бара жатқанда Жанна оның көңіл-күйін бірден байқады. Не болды? Бірдеңе естідім. Не естідің? Мөлдір болған жайдың бәрін айтып берді. Жанна үнсіз тыңдап отырды. Демек, Әсет сені іздеп жүр. Мен де солай ойладым. Бірақ қорқып тұрмын. Неден? Егер олар біздің бір-бірімізді іздеп жүргенімізді білсе, Жанна күрсінді. Онда сені басқа жерге ауыстыруы мүмкін. Неге? Мұнда ерлі зайыптылардың кездесуіне жол бермейді. Себебі екеуі бірігіп қашуға әрекет жасауы мүмкін. Мөлдірдің жүрегі зырқ ете қалды. Жоқ. Бізді тағы ажыратпасынша. Түсте кеңседен бір әйел келіп, бірнеше адамның аты жөнін оқи бастады. Жанна, Мария, Светлана, Мөлдір. Мөлдір орнынан тұрды. Мен. Заттарыңды жина. Бүгін кешке басқа фермаға ауысасың. Бұл сөз майзағайдай әсер етті. Неге? Бұйрық. Бірақ сұрақ қойма. Жанна бірден Мөлдірдің жанына келді. Көрдің бе? Мен кеше ғана осыдан қорыққанмын. Мөлдірдің көзінен жас шығып кетті. Егер мені басқа жаққа кетсе, Әсет мені ешқашан таба алмайды ғой. Жанна оның қолынан қысып ұстады. Жылама. Әлі ештеңе біткен жоқ. Кейде жоспар соңғы сәтте өзгеріп кетеді. Бірақ Жаннаның өз дауысында да сенім аз еді. Ал Әсет болса, дәл сол уақытта Дастанмен бірге қашудың жолын талқылап жатқан. Артқы қоршаудың бір жері ескі. Камера айналған кезде 7 секунд көрмейді. Бірақ сыртқа шыққаннан кейін орман арқылы жүгіру керек. Кейін жолға шығамыз. Бір жүк көлігін тоқтатуға тырысамыз. Егер полицияны көрсекше? Дастан біраз ойланып қалды. Білмеймін. Бірақ осында қалғаннан бәрібір жақсы. Әсет басын изеді. Менің бір ғана мақсатым бар. Мөлдірді табу. Егер оны таппасам, Қазақстанға жалғыз қайтпаймын. Дастан оның көзіне қарап қалды. Сен әйеліңді қатты жақсы көреді екенсің. Әсет ауыр күрсінді. Біз 10 жыл бірге тұрдық. 2 ұлымыз бар. Ол менің өмірімнің мәні. Мен оған үйден шығарда бір сөз айттым. Қайда болсаң да тауып аламын дедім. Сол уәдемді орындамайынша тоқтамаймын. Осы кезде қойманың есігі тарс ашылды. Ішке бастығы кірді. Әсет, ертең таңертең дайын бол. Сені басқа жерге жібереміз. Әсеттің жүрегі тоқтап қала жаздады. Қайда? Барған соң білесің. Дастан мен Әсет бір-біріне үнсіз қарады. Екеуі де бір нәрсені түсінді. Егер бүгін әрекет етпесе, ертең бәрі кеш болуы мүмкін еді. Сол түні қойма іші бұрынғыдан да тыныш еді. Бірақ бұл тыныштықтың астарында қорқыныш жатты. Әсет кереуетте шалқасынан жатқанмен көзіне ұйқы ілінбеді. Ертең оны басқа жерге әкетеді. Ал Мөлдір қайда екенін әлі білмейді. Егер бүгін қашпасам, енді ешқашан кездеспеуіміз мүмкін. Осы ой санасын билеп алды. Түнгі сағат 2 шамасында Дастан жайлап орнынан тұрды. Уақыты келді, деді сыбырлап.
Әсет те үнсіз орнынан көтерілді. Бөлмедегі тағы екі жігіт, өзбек азамат пен қырғыз бекжан да оларға қосылды. Төртеуі аяқтарының дыбысын шығармай дәлізге шықты. Күзетшілердің ауысатын уақыты дәл осы мезет болатын. Дастан алдын ала байқаған. Естеріңде болсын, деді ол. Егер біреу ұсталып қалса, қалғандар тоқтамайды. Бәріміз бірге қашамыз, не ешкім шықпайды, деді Әсет. Дастан басын шайқады. Жоқ, мұнда батырлық емес, ақыл керек. Кем дегенде біреуіміз сыртқа шығуымыз керек. Сонда ғана көмек әкеле аламыз. Әсет үнсіз қалды. Бастанның сөзі дұрыс екенін түсінді. Олар қойманың артындағы есікке жетті. Есік ашық екен. Бұл күзетшілердің темекі шеуге шығатын жері. Сыртқа шыққан бетте суық жел беттерін осып өтті. Айнала қараңғы. Тек алыстан камералардың қызыл шамдары ғана шылтырайды. Жүгірмеңдер, деді Дастан. Әлі ерте. Төртеуі қабырға бойымен ақырын жүріп келеді. Жүректері тарсылдап соғып тұр. Кенет алыстан иттің үрген дауысы естілді. Әсет тоқтай қалды. Ит бар ма? Иә. Бірақ біз қоршаудан өтіп үлгерсек, ізімізді жоғалтуға мүмкіндік болады. Олар ескі қоршауға жетті. Дастан темір тордың төменгі жағындағы майысқан жерді көрсетті. Міне, бір-бірлеп өтеміз. Алғаш болып азамат өтті, артынша бекжан. Енді кезек Әсетке келді. Ол еңкейіп қоршаудан өте бергенде, тарс. Темір сарт етіп дыбыс шығарды. Бәрі қатып қалды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Жүгіріңдер, деп айқайлады Дастан. Дәл сол сәтте қойма жақтан дабыл үні жаңғырып кетті. Қызыл шамдар жыпылықтай бастады. Тоқтандар, ұстандар! Күзетшілердің айқайы естілді. Әсет қоршаудан әрең өтіп, орман жаққа қарай тұра жүгірді. Артында аяқ дыбыстары жақындап келеді. Бір кезде артына бұрылып қараса, Дастан әлі қоршаудың арғы бетінде қалып қойыпты. Жүгір, Әсет, деп айқайлады ол. Артына қарама. Келесі сәтте екі күзетші Дастанды жерге құлатып, қолын қайырып жатты. Жоқ, деп айқайлады Әсет. Бірақ Дастан тағы да айқайлады. Мөлдірді тап, балаларына қайт. Әсет тістеніп, көз жасын сүртті. Ол тоқтаса, бәрі бекер болатын білді. Сондықтан қараңғы орманға қарай бар күшімен жүгіре жөнелді. Ал дәл сол уақытта Мөлдір өз заттарын жинап отырды. Оны басқа фермаға жіберуге дайындалып жатқан. Кенет сырттан қатты айқай естілді. Жұмысшылар бір-біріне қарап қалды. Не болып жатыр? Біреу қашыпты. Кім? Білмейміз. Мөлдірдің жүрегі бірден дүрсілдеп кетті. Ішінен бір ғана ой өтті. Әсет. Ол терезеге жүгіріп барды. Бірақ ештеңе көрінбеді. Тек күзет көліктері бірінен соң бірі қақпадан асығыс шығып бара жатты. Мөлдір көзін жұмып. Алла! Егер қашқан адам Әсет болса, оны аман сақтай көр, деп сыбырлады. Ал орманның ішінде қан жоса болған қолмен ағашқа сүйеніп тұрған Әсет бір ғана нәрсені ойлап тұрды. Мен тоқтамаймын. Мөлдірді тапқан қанша тоқтамаймын. Орман іші тас қараңғы еді. Әсет ағаштардың арасымен тоқтамай жүгіріп келеді. Кеудесі өртеніп барады. Тынысы тарылды. Бірақ тоқтауға болмайтынын жақсы түсінді. Артынан иттердің үрген дауысымен адамдардың айқайы жақындап келеді. Ана жаққа кетті. Жібермеңдер. Қолындағы бұтақтар бетін тіліп, киімі жыртылып жатты. Бірақ ол ештеңені сезбеді. Оның көз алдына тек Мөлдір мен екі ұлы келіп тұрды. Бір кезде аяғы ағаштың тамырына ілініп, жерге қатты құлады. Тізесі өткір тасқа соғылып, қан аға бастады. Орнынан тұрайын десе, аяғы қалтырап кетті. Дәл сол сәтте арт жақтан иттің үргені анық естілді. Таптық! Ана жақта! Әсет жан жағына қарады. Сол жағында кішкентай өзен ағып жатыр екен. Ол еш ойланбастан суға секірді. Мұздай су денесін қарып өткендей болды. Ағыс қатты, бірақ дәл осы ағыс оның ізін жасыру мүмкін еді. Ол бар күшін салып арғы бетке өтті де, жағалаудағы қалың қамыстың арасына кіріп кетті. Бірнеше минуттан кейін күзетшілер өзеннің бергі бетіне жетті. Із осы жерден жоғалды. Әрі қарай кеткен жоқ па? Ит те ізін жоғалтып алды. Әсет демін ішіне тартып, қозғалыссыз жатты. Жүрегінің дүрсілі өзіне анық естіліп тұр. Күзетшілер тағы біраз іздеп, ақыр кері қайтты. Олардың дауыстары алыстаған кезде ғана Әсет ауыр тыныс алды. Ол аман қалған еді. Бірақ әлі бостандыққа шыққан жоқ. Таң ата орман іші сәл жарықтанды. Әсет қалтырап тұрды. Киімі су.
Қалтасында ақша жоқ, телефон жоқ, құжаты жоқ. Қайда барарын да білмейді. Бірақ алғаш рет бірнеше аптадан кейін оның алдында темір қоршау тұрған жоқ. Ол аспанға қарап: «Уәде берем, мөлдір. Мен сені табамын», деді. Сол уақытта фермада үлкен дүрбелең басталған. Барлық жұмысшыларды аулаға шығарып, қатарға тұрғызды. Бастықтың жүзі ашудан қызарып кеткен. «Бүгін түнде бір жұмысшы қашып кетті. Егер біреу көмектескені анықталса, бәрі жауап береді. Жұмысшылар үнсіз тұр. Ешкім басын көтермейді». Мөлдірдің жүрегі кеудесіне сыймай барады. Қашқан Әсет болса екен. Бірақ ол мұнаны ешкімге білдіре алмады. Кешке қарай Жанна жасырын ғана оның жанына келді. «Бір жаңалық естідім». «Қандай?» «Қашқан адам қазақ жігіт екен». Мөлдірдің көзінен жас ашып кетті. «Әсет, мен сенімдімін. Ол Әсет». Жанна оның қолын қысты. «Әлі нақты емес. Бірақ бір нәрсе анық. Олар оны тірідей ұстай алмаған». Мөлдір алғаш рет үмітпен күлімсіреді. «Демек, ол тірі?» «Иә, енді ол сені іздейді». Бірақ екеуі де дәл сол сәтте кеңседе отырған бастықтың жаңа бұйрыққа қол қойып жатқанын білмеді. Құжаттың жоғарғы жағында Мөлдірді бүгін түнде басқа аймаққа көшіру деп жазылған еді. Егер бұл бұйрық орындалса, Әсет қанша іздесе де әйелін бұрынғы жерден таба алмайтын еді. Таң енді ғана атып келе жатқан. Орман ішін салқын тұман басқан. Әсет түні бойы көз ілмеді. Бірде ағаш түбіне отырып тыныстады. Бірде алыстан шыққан әр дыбысқа елеңдеп, қайта орнынан тұрып кетті. Киімі әлі кеппеген, аяғындағы жарадан қан сыздап тұр. Бірақ ол ауырсынуды сезбей де қалғандай. Жүрегінде бір ғана ой: Мөлдірді табуым керек. Ол орманнан шығып, шағын тас жолға жетті. Ара-тұра жүк көліктері жүйткіп өтіп жатыр. Бірнеше көлікке қол көтерді, бірақ ешқайсысы тоқтамады. Әсет айналасына қарап, жол жиегіне отыра кетті. Қалтасында бір тиын жоқ, құжаты жоқ, телефоны жоқ. Ағылшын тілінде дұрыс білмейді. Енді не істеймін? Дәл сол сәтте алыстан ақ түсті шағын жүк көлігі көрінді. Әсет тағы да қолын көтерді. Бұл жолы көлік баяулап жанына тоқтады. Рөлде 50 шамасындағы ер адам отыр екен. Ол терезені түсіріп: «Are you okay?» деді. Әсет түсінбеген күйі: «Please, Қазақстан, help» деп қолын кеудесіне қойды. Ер адам оның жараланған аяғына, су болған киіміне қарап, бірден жағдайдың дұрыс емес екенін аңғарды. «Гедин». Әсет бір сәт ойланып қалды. Бейтаныс адамға сенуге қорықты. Бірақ басқа амалы да жоқ еді. Ол көлікке отырды. Ер адамның аты Майкл екен. Жол бойы ағылшын тілінде әлденелерді сұрады. Әсет түсінгені аз болса да, қолмен түсіндіруге тырысты. My wife, Қазақстан, lost, help. Майкл үнсіз тыңдап отырды. Бір кезде қалтасынан телефонын шығарып, аударма бағдарламасын ашты. Экранға: «Сізді біреу қамауда ұстады ма?» деп жазып көрсетті. Әсет бірден басын изеді. Көзінен жас шығып кетті. Содан кейін экранға: «Әйелім де сол жерде қалды. Оны құтқаруым керек», деп жазды. Майкл ұзақ үнсіз отырды. «Полис», деді ол. Әсет бірден басын шайқады. «No!» Ол қорқып кеткен еді. Өйткені қоймадағы адамдар: «Полицияға барсан, өзіңді заңсыз келдің деп түрмеге қамайды», деп талай рет айтқан. Майкл оның қорқытығанын түсінді. «Don't worry, I help». Ал дәл сол уақытта Мөлдірдің қолына кішкентай ғана сөмкесін ұстатып, аулаға алып шықты. Тағы 3 әйелді жанында тұр. Бәрінің көзінде қорқыныш. «Қайда апарасыздар?» деп сұрады Мөлдір. Ешкім жауап бермеді. Қара түсті микроавтобус қақпа алдына келіп тоқтады. Жүргізуші есікті ашып: «Тез!» Мөлдір артына бұрылып тұрған ғимаратқа ұзақ қарады. Осы жерде қанша қиындық көрсе де, дәл осы жерден Әсет келіп табады деп үміттеніп жүрген. Енді оны басқа жаққа кетіп барады. «Жанна, аман болыңыз». Жанна көзіне жас алып құшақтады. «Сен де аман бол. Ең бастысы, үмітіңді жоғалтпа. Күйеуің тірі. Ол міндетті түрде сені іздейді». Мөлдір көлікке отырып бара жатып: «Егер Әсет келсе, мені басқа жаққа алып кеткендерін айтыңызшы». Жанна үнсіз басын изеді. Микроавтобус қозғалып кетті.
мөлдір терезеден сыртқа қарап отыр. Жеребе шымырлап ауырады. Кенет қарсы бағытта бір ақ жүк көлігі өтіп бара жатты. Көлік көзден ғайып болғанша мөлдір оған қарап отырды. Ол байқамады. Сол жүк көлігінің ішінде Әсет отырған еді. Ал Әсет дәл сол сәтте жолдың қарсы бетінде кетіп бара жатқан қара микроавтобусқа бір-ақ рет көз тастады. Ол да ештеңе сезбеді. Екеуін бірнеше метр ғана бөліп өтті. Бірақ тағдыр тағы да олардың жүздесуіне мүмкіндік бермеді. Бір сағаттан кейін Майкл Әсетті шағын ферма үйіне алып келді. First eat, then talk. Үстелге ыстық шай мен нан қойылды. Әсет бірнеше күннен бері алғаш рет адамның мейірімін сезінді. Тамағын ішіп отырып, көзінен жас парлап кетті. Thank you. Майкл оның иығына қолын қойды. You're safe now. Бірақ Әсет өзін қауіпсіз сезіне алмады. Өйткені мөлдір әлі де тұтқында еді. Ол ішінен бір ғана ант берді. Қандай қауіп болса да, мен сені алып қайтамын. Ал сол сәтте, жүздеген шақырым жерде мөлдірді белгісіз жаңа орынға қарай алып бара жатты Майкл Әсетке таза киім әкеліп берді. Жуын, демал бол. Кейін сөйлесеміз, деді ол аударма бағдарламасы арқылы. Әсет айнаға қарағанда өзін өзі әрең таныды. Бетіне сақал шығып кеткен, көзі шүңірейіп кеткен. Бір айдың ішінде 10 шақты келі салмақ жоғалтқандай көрінді. Ол суық сумен бетін жуған сайын, көз алдына үйінен шығар алдындағы күн келе берді. Мөлдірдің ішім бір жамандықты сезіп тұр деген сөзі есінен кетпеді. Сен дұрыс айтыпсың, деді ол өзіне сыбырлап. Мен сені тыңдауым керек еді. Түстен кейін Майкл үйіне орта жастағы әйелді ертіп келді. Бұл Сара. Ол қазақша білмейді, бірақ орысша сөйлейді, деп телефондағы аударма арқылы түсіндірді. Әсеттің жүзіне үміт ұялады. Сәлеметсіз бе? Деді Сара орысша. Сіз Қазақстаннансыз ба? Иә. Менің әйелім де Қазақстаннан. Менің әйелім де Қазақстаннан. Бізді алдап жұмысқа алып келді. Бізді бөліп жіберді. Әсет бір сағатқа жуық болған оқиғаның бәрін айтып шықты. Балаларын, агенттікті, құжаттарын тартып алғандарын. Мөлдірді көз алдында басқа көлікке отырғызып әкеткендерін. Сара үнсіз тыңдап отырды. Әңгіме аяқталған соң көзіне жас алды. Өкінішке қарай мұндай жағдайлар болып тұрады. Бірақ ең бастысы, сіз аман шығыпсыз. Енді әйеліңізді табуға мүмкіндік бар. Қалай? Полицияға хабарлау керек. Әсет бірден басын шайқады. Жоқ. Олар бізді қорқытты. Құжатыңыз жоқ болғандықтан түрмеге қамайды, деді. Сара көсінді. Бұл сіздерді қорқыту үшін айтылған сөз. Егер сіз адам саудасының құрбаны болсаңыз, ең алдымен сіздің қауіпсіздігіңіз қаралады. Әсет алғаш рет үміттене бастады. Дәл сол уақытта мөлдірді алып келе жатқан микроавтобус жол бойындағы жанармай бекетіне тоқтады. 5 минут, деді жүргізуші. Әйелдерді көліктен түсіріп, жанында 2 күзетші тұрды. Мөлдір айналасына жалт-жұлт қарап, кенет алыста тұрған телефон автоматын көрді. Жүрегі атқақтап кетті. Егер 1 минутқа ғана жетсем, ол әдейі сүрінген болып жерге отыра кетті. Не болды? Деді күзетші. Басым айналып кетті. Күзетші екінші адамға бұрылып сөйлескен сәтте, мөлдір орнынан атып тұрып, телефонға қарай жүгірді. Ей, тоқта! Күзетшілер артынан ұмтылды. Мөлдір телефон тұтқасын көтеріп үлгерді. Бірақ қалтасынан бір тиын да таппады. Қоңырау шалатын мүмкіндігі жоқ еді. Сол 2-3 секундтың өзі үміт сыйлағанымен артынша бәрі күйреп түсті. Күзетшілер оны ұстап алып, көлікке қайта итеріп кіргізді. Тағы қайталанса, қолыңды байлаймыз, деп айқайлады бірі. Мөлдір үнсіз жылады. Ол Әсеттің дәл осы сәтте еркін жүргенін, өзін құтқарудың амалын іздеп жатқанын білмейтін. Кешке қарай Сара ноутбугын ашып, Әсетке бірнеше сурет көрсетті. Мына адамдардың біреуін танисыз ба? Экранда әртүрлі адамдардың суреттері тұр. Кенет Әсет бір суретті көріп, орнынан атып тұрды. Міне, осы адам. Ол бізді Лондонда қарсы алды. Өзін еркін деп таныстырды. Сара суретке мұқият қарады. Оның шын аты басқа болуы мүмкін. Бірақ бұл біз үшін маңызды дәлел. Демек, оларды анықтауға мүмкіндік бар. Әсет терең тыныс алды. Көптен бері алғаш рет қолында бір үміт пайда болды. Бірақ дәл сол мезетте мөлдір отырған микроавтобус жаңа ферманың қақпасынан ішке кіріп бара жатқан еді. Бұл жолғы орын бұрынғысынан да қатаң күзетілетін. Ал ең қорқыныштысы, енді ешкім мөлдірді бұл жерден іздемейтін. Өйткені оны көшіргені туралы ешқандай ресми тіркеу жүргізілмеген еді. 3 күн өтті. Әсет Майклдың үйінен сатқа шыққан жоқ. Бұл қорыққаннан емес,
Сараның кеңесі бойынша қауіпсіздік үшін солай істеуге мәжбүр болды. Егер адам саудасымен айналысатын топ оның қашып кеткенін білсе, қайта ұстап әкетуге тырысуы мүмкін еді. 3 күн бойы Әсет бір-ақ нәрсені қайталады. Мөлдірді қалай табамыз? Уақыт өтіп жатыр. Оны тағы басқа жаққа жіберіп жіберсеше? Сара сабырға шақырды. Біз асығыс қадам жасай алмаймыз. Бір қате шешім екеуінің де өмірлеріне қауіп төндіруі мүмкін. Бірақ Әсет үшін күту ең ауыр жаза еді. 4-ші күні таңертең Сара қуанышты хабармен келді. Біз сен айтқан еркіннің шын есімін анықтадық. Әсет орнынан атып тұрды. Рас па? Иә. Ол өзін еркін деп таныстырғанмен шын аты басқа. Ол бірнеше жалған құжат пайдаланған. Бұған дейін де адамдарды алдап әкелген деген күдік бар. Енді не істейміз? Полицияның арнайы бөлімі бұл іске кірісті. Бірақ сенің куәлігің өте маңызды. Әсет басын изеді. Мен бәрін айтам. Тек Мөлдірді аман алып қалсақ болды. Сол күні түстен кейін Әсет арнайы бөлімнің 2 қызметкермен кездесті. Олардың бірі қазақша білмесе де, Сара аудармашы болды. Сізді ешкім қылмыскер ретінде қарастырмайды, деді тергеуші. Сіз адам саудасының құрбанысыз. Осы сөзді естігенде Әсеттің көзіне жас келді. Ол 1 ай бойы өзін кінәлі сезініп жүрген. Балаларымды тастап кеттім. Әйелімді қорғай алмадым. Енді ғана алғаш рет біреу оған кінәлі емес екенін айтты. Бізге бәрін басынан бастап айтып беріңіз. Әсет ұзақ сөйледі. Агенттікке қалай сенгендерін, балалармен қалай қоштасқандарын, әуежайда қарсы алған адамды, құжаттарын тартып алғандарын, Мөлдірді өзінен қалай күшпен ажыратқанын. Тергеуші бәрін мұқият жазып отырды. Сөз соңында: біз сіздің әйеліңізді табуға бар күшімізді саламыз. Бірақ уақыт бізге қарсы жұмыс істеп жатыр, деді. Ал дәл сол сәтте Мөлдір жаңа фермадағы алғашқы жұмыс күнін бастап жатқан. Бұл жер бұрынғысынан әлдеқайда үлкен, күзетте күштірек, әр бұрышта камера, әр қатарда бақылаушы жүр. Жұмысшылар бір-бірімен сөйлесуге де қорқады. Түскі үзілісте ғана жасы 60-тар шамасындағы қазақ әйел оған жайлап жақындады. Қызым, Қазақстаннансың ба? Мөлдірдің жүзіне жылылық ұялады. Иә, менің атым Мөлдір. Мен Роза апаң болам. Қызым, көзіндегі Роза апай Мөлдірге жан-жағына білдірпей жақынырақ отырды. Қызым, жылама. Көз жасынды бұларға көрсетпе. Олар адамның әлсіздігін бірден байқайды. Мөлдір көз жасын сүртіп: апай, күйеуімнен айырылып қалдым. Екеуміз бірге келгенбіз. Бізді бөліп жіберді. Роза апай ауыр күрсінді. Өкінішке қарай, мұнда ондай тағдыр көп. Бірақ сенің көзінде үміт бар екен. Соны жоғалтпа. Мен оны міндетті түрде табам. 2 баламыз күтіп отыр. Біз елге бірге қайтуымыз керек. Роза апай оның қолын ақырын қысып: Алла қаласа қауышасыңдар, деді. Келесі күні таңертең фермаға үлкен қара жол талғамайтын көлік келді. Барлық жұмысшылардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Мұндай көлік келген сайын біреуді алып кететін. Кейде басқа фермаға, кейде қайда кеткенін ешкім білмейтін. Көліктен қара костюм киген ер адам түсті. Ол жұмысшыларды үнсіз аралап шықты. Кенет Мөлдірдің жанына тоқтады. Құжатқа қарап: сенің атың Мөлдір ме? Иә. Қазақстандансың ба? Иә. Ер адам ештеңе деместен бұрылып кетті. Бірақ Мөлдір оның өзіне неге ерекше назар аударғанын түсінбей қалды. Сол уақытта Әсет полиция қызметкерлерімен бірге үлкен картаға қарап отырды. Тергеуші картадағы бірнеше нүктені көрсетті. Біз анықтаған мәлімет бойынша, бұл топтың бірнеше заңсыз жұмыс орны бар. Қоймалар, жылыжайлар, фермалар. Бірақ нақты қай жерде сіздің жұбайыңыз барын әзірге білмейміз. Әсет картаға қадалып қалды. Жүрегі қысылып кетті. Осынша жердің қайсысында екен? Сара оның иығына қолын қойды. Біз табамыз. Бірақ сен де бір нәрсені есінде сақта. Олар ізімізге түсуі мүмкін. Сен қазір қауіпсіз жерде болуың керек. Әсет басын шайқады. Егер мен қауіпсіз жерде отырып қалсам, Мөлдірді кім құтқарады? Кешке қарай тергеушінің телефоны шырылдады. Ол әңгімені тыңдап болып, бірден Әсетке қарады. Жаңа мәлімет түсті. Не болды? Біз іздеп жүрген адамдардың бірі ұсталды. Кім? Сендерді әуежайдан қарсы алған адам. Еркін. Әсеттің жүрегі атқақтап кетті. Ол қайда?
Қазір жауап беріп жатыр. Егер сөйлесе бастаса, әйелінің қайда екенін анықтауымыз мүмкін. Әсет қолын жұдырыққа түйді. Тек кеш болып кетпесе екен. Ал дәл сол мезетте фермада күзетші Мөлдірдің аты жазылған қағазды алып кеңсеге кіріп бара жатты. Қағаздың төменгі жағында бір ғана сөйлем жазылған еді. Бұл әйелді бүгін түнде басқа орынға жіберу керек. Егер сол бұйрық орындалса, полиция жеткенше Мөлдір тағы да ізім қайым жоғалып кетуі мүмкін еді. Сол күні кешке фермада біртүрлі тыныштық орнады. Әдетте кешкі астан кейін күзетшілердің айқайы естіліп тұратын. Бұл жолы бәрі үнсіз. Дәл осы үнсіздік Роза апайды алаңдатты. Ол Мөлдірге жақындап, ақырын ғана: «Қызым, бүгін бір нәрсе болады», деді. «Неге олай дейсіз?» «Көп жылдан бері осындамын. Осындай тыныштықтың артынан міндетті түрде бір өзгеріс болады». Мөлдірдің жүрегі шым ете қалды. Түнгі сағат 11-ге таман бөлменің есігі тарс ашылды. «Мөлдір!» Ол селк етіп орнынан тұрды. «Мен заттарыңды ал». «Қайда барамын? Сұрақ қойма». Роза апай бірден орнынан тұрып: «Қызыңды қайда алып барасыңдар?» деді. Күзетші оған ашуына қарап: «Орныңа отыр. Әйтпесе сен де алып кетеміз». Роза апай үнсіз қалды. Бірақ Мөлдірдің қолын қысып үлгерді. «Не болса да сынба. Күйеуің сені іздеп жүр». Мөлдірдің көзіне жас келді. «Апай, балаларыңды көре алам ба екен?» «Көресің. Сен міндетті түрде көресің». Мөлдірді тағы да қара түсті көлікке отырғызды. Бұл жолы ішінде екі ғана адам отыр екен. Екеуі де үндемейді. Көлік ұзақ уақыт жүрді. Терезелер қараңғы пленкамен жабылған. Сыртты көру мүмкін емес. Мөлдір іштей дұға оқып отырды. «Алла, Әсетті аман сақтай көр. Балаларыма жар бола көр. Егер мені құтқара алмасан да, оларды әкесіне қауыштыра көр». Өмірінде алғаш рет өзінен бұрын балаларын ойлады. Дәл сол уақытта полиция бөлімінде еркінен жауап алынып жатқан. Алғашында ол ештеңе айтпады. «Мен ештеңе білмеймін. Мен тек жүргізушімін». Бірақ тергеушілер оның алдынан бірінен соң бірі дәлелдер қоя бастады. Бейнежазбалар, құжаттар, банк аударымдары, Әсеттің берген жауабы, Сараның аудармасы. Бір сағаттан кейін еркіннің жүзі өзгерді. Ол ауыр күрсінді. «Егер бәрін айтсам, мені қорғайсыңдар ма?» Тергеуші қысқа ғана жауап берді: «Заң аясында». Еркін үнсіз отырып қалды. Бірнеше секундтан кейін қазақ әйел: «Оны кеше басқа фермаға жіберуге бұйрық келді». Әсеттің жүрегі атқақтап кетті. «Қайда?» «Мен нақты мекен-жайын білмеймін. Бірақ көліктің бағытын білемін». Тергеушілер бірден карта ашты. Бірнеше минуттан кейін бөлмешін ауыр үнсіздік басты. Еркін картадағы жолды көрсетті. «Осы трассамен кеткен. Соңғы үлкен ферма осы маңда ғана». Тергеуші әріптесіне бұрылды. «Егер қазір шықсақ, таң атқанша жетеміз». Әсет орнынан тұрып кетті. «Мен де барам». «Жоқ», деді тергеуші. «Бұл қауіпті операция. Менсіз болмайды. Егер Мөлдір мені көрсе ғана сенеді». Сара да араласты. «Оны тоқтатпаңыздар. Ол әйелін таниды. Кейбір ақпаратты тек өзі бере алады». Тергеуші біраз ойланып тұрды да: «Жарайды. Бірақ біздің айтқанымыздан шықпайсың. Келістік пе?» «Келістік». Әсеттің көзіне көптен бері алғаш рет үні түйілді. Ол көлікке отырып жатып: «Шыда, Мөлдір. Мен келе жатырмын», деп сыбырлады. Ал дәл сол сәтте Мөлдір мінген көлік қараңғы жолмен жаңа ферманың қақпасына жақындап қалған еді. Екеуінің арасын енді небәрі бірнеше ондаған шақырым ғана бөліп тұрды. Түнгі сағат 2. Жаңбыр сіркіреп тұр. Полицияның екі көлігі жарғын сөндіріп, ауыл арасындағы тар жолмен баяу жылжып келеді. Алдыңғы көлікте тергеуші Томас, Сара және Әсет отыр. Әсет терезеден қараңғылыққа қарап үнсіз қалған. Саусақтары дірілдеп, алақаны терлеп біткен. Жүрегі бұрын-соңды мұндай қатты соқпаған шығар. «Қорқып тұрсың ба?» деп сұрады Сара. Әсет басын шайқады. «Қорыққаным өзім үшін емес. Кешігіп қаламыз ба деп қорқам». Сара оның иығына қолын қойды. «Біз үлгеруге тырысамыз». Ал сол сәтте жаңа фермада Мөлдірді шағын бөлмеге кіргізді. Бұл жер бұрынғыдан да суық әрі қорқынышты еді. Терезесі жоқ. Ескі темір кереует. Бір шам ғана жанып тұр. Есіктің сыртынан кілт бұралған дыбыс естілді. Мөлдір жалғыз қалды. Ол кереуеттің шетіне отырып, қалтасынан бүктелген суретті шығарды. Бұл
Әсет екеуі балалармен түскен жалғыз сурет. Суреттің шеттері әбден тозып біткен. Мөлдір оны жүрегіне басты. Алинұр, Айсұлтан, анам келеді. Артынша суретке қарап сыбырлады. Әсет, егер аман болсан, мені кешір. Мен сені тоқтатуым керек еді. Осы кезде ферманың кеңсесінде екі ер адам сөйлесіп отырды. Полиция қозғалып жатыр деген ақпарат келді. Сенімді ме? Иә. Іштерінен біреу қашып кеткеннен кейін бәрі өзгерді. Онда әйелді таң атпай, тағы басқа жерге жібереміз. Із қалмасын. Олар Мөлдір туралы айтып отырғандарын өздері де жасырмады. Қағазға қол қойылып, жүргізушіге тапсырма берілді. Сағат 4-те шығасыңдар. Ал полиция көлігінде отырған Әсет кенет орнынан қозғалып кетті. Тоқтаңыздар. Томас тежегішті басты. Не болды? Ана жаққа қараңыздар. Жол шетінде ескі жанармай бекеті тұр екен. Әсеттің көзі бірден телефон автоматына түсті. Осы жер. Не осы жер? Мөлдір. Егер ол қашуға тырысса, дәл осындай жерден тырысар еді. Сара таңырқай қарады. Неге олай ойлайсың? Ол ешқашан берілмейді. Балалар үшін соңына дейін күреседі. Томас жымиып қойды. Демек сен әйеліңді жақсы танисың. Иә. Сондықтан мен оның тірі екеніне сенемін. Бірнеше минуттан кейін рациядан дауыс шықты. Нысанға дейін 12 минут. Томас бірден бұйрық берді. Барлығы дайындалсын. Ешкім ерте әрекет жасамасын. Іште адамдар көп болуы мүмкін. Әсеттің тынысы жиіліп кетті. Ол терезеден алыстан көрінген биік темір қоршауды байқады. Жүрегі шімете қалды. Дәл осындай қоршаудың ішінде Мөлдір де отыр ма екен? Ал дәл сол мезетте фермада Мөлдірдің бөлмесінің есігі ашылды. Тұр! Уақыт болды! Мөлдір орнынан атып тұрды. Қайда апарасыздар? Жүр! Екі күзетші оны дәлізге алып шықты. Сыртта моторы қосулы тұрған қара микроавтобус күтіп тұр екен. Мөлдір аспанға бір қарап алды. Жаңбыр баяу жауып тұр. Ол көзін жұмып. Алла! Егер бүгін менің тағдырым шешілетін күн болса, балаларымды жетім қалдырма. Әсетке күш бере көр. Дәл сол сәтте фермадан небәрі бірнеше жүз метр жерде полиция көліктері жарығын өшіріп тоқтады. Томас сыбырлай сөйледі. Осы жерден кейін бәрі өте тез болады. Әсет жұдырығын түйді. Ол сезді. Тағдыр оны Мөлдірге бұрынғыдан да жақындатып келе жатқан еді. Жаңбыр күшейе түсті. Полиция қызметкерлері бронежилеттерін киіп, соңғы нұсқаулықты тыңдап тұрды. Томас бәріне қысқа ғана тапсырма берді. Ең бастысы, іште жүрген адамдардың қауіпсіздігі. Ешкімге оқ атылмайды, егер мәжбүр болмасаңдар. Барлық ғимаратты бір уақытта тексереміз. Әсет те олармен бірге тұрды. Жүрегі кеудесіне сыймай барады. Ол бірнеше рет терең дем алып көрді, бірақ бойындағы толқу басылар емес. Сара қасына келіп, не болса да сабыр сақта. Ішке өз бетімен жүгірме. Түсіндім, деді Әсет. Бірақ өзі ішінен, егер Мөлдірді көрсен, ешкім мені тоқтата алмайды, деп ойлады. Ферма ішінде күзетшілер Мөлдірді көлікке отырғызуға асығып жатты. Тезірек, уақыт жоқ. Мөлдірдің қолына пластик байлауыш салынды. Ол шошып кетті. Неге байлап жатасыздар? Артық сөйлеме. Оның жүрегі мұздап сала берді. Бұрын мұндай болмаған. Демек, олар бір нәрседен қатты қорқып тұр. Сол сәтте ферманың сыртқы қақпасына қарай қара түсті көлік жақындады. Күзетші қақпаны ашуға бет алған кезде, артынша көк түсті шамдар жарқ етті. Police, don't move! Бір мезетте тыныштықты полицияның қатты дауысы бұзды. Күзетшілердің бірі қақпа жаққа қарай жүгірді. Екіншісі телефонын алып, біреуге хабарласа бастады. Полиция! Олар керік қалды. Ферма іші әп-сәтте абыр-сабыр болып кетті. Мөлдір ештеңе түсінбей тұр. Кек сырттан айқайлар естіліп жатыр. Барлығын ішке кіргіз. Қақпаны жап. Ешкім шықпасын. Ол дәл осы сәтте жүрегінің бір түрлі тынышталып қалғанын сезді. Өзі де неге екенін түсінбеді. Ішінен бір дауыс. Әсет келді, деп сыбырлағандай болды. Ал сыртта Әсет қақпаға қарап қатып қалған. Осы қоршаудың ар жағында Мөлдір болуы мүмкін. Ол енді бірнеше қадам ғана қалғанда тұрғандай сезінді. Томас, мен де кірен. Жоқ, алдымен біз тексереміз. Бірақ дәл осы кезде ферманың артқы жағынан тағы бір қара микроавтобус үлкен жылдамдықпен шығып кетті. Томас бірден бұрылды. Тоқтаңдар! Ана көліктің артынан. Рациядан дауыс шықты. Бір көлік қашып барады. Ку тобын жібердік.
Әсеттің жүрегі суып кетті. Жоқ, мөлдір сол көлікте болмасын. Шынында да дәл сол микроавтобустың ішінде мөлдір отырған еді. Ол қолының байланғанын босатуға тырысып жатыр. Көлік қатты жылдамдықпен тас жолға шықты. Кенет арттан полиция сиренасының үні естілді. Жүргізуші айнаға қарап, артымыздан түсіп келеді, деп айқайлады. Жанындағы адам, қалайда құтылуымыз керек, әйтпесе бәріміз қамаламыз. Жүргізуші газды барынша басты. Микроавтобус ирелеңдеген жолмен зулап келеді. Мөлдір көліктің терезесіне маңдайын тіреп, көзіне жас алды. Ол сырттағы көк шамдарды көрді. Бірақ бұл құтқару ма, әлде тағы бір қауіп пе білмеді. Ал полиция көлігінің ішінде отырған Әсет те сол микроавтобусқа қадала қарап отыр еді. Ол әлі білмейтін. Өзі өмірінен артық жақсы көретін адам дәл сол көліктің ішінде болатын. Тас жолды жаңбыр шайып кеткен. Қара микроавтобус ирелеңдеген жолмен бар жылдамдығымен зулап келеді. Артында полиция көліктерінің көк шамдары жарқылдап, сиреналары түн тыныштығын қақ жарып барады. Жылдамда, деп айқайлады қасындағы ер адам. Құтылмасақ бәріміз біттік. Жүргізуші газды еденге дейін басты. Көлік біресе оңға, біресе солға шайқалып, қалыпты бұрылыстардан әрең өтіп келеді. Полиция көлігінде отырған Әсет алдыңғы әйнектен көз алмай қойды. Жүрегі бір жамандықты сезгендей дүрсілдеп тұр. Томас, сол көлікті тоқтатыңызшы. Өтінемін. Томас рөлден көз алмай. Бар күшімізді салып жатырмыз. Бірақ жаңбырда өте қауіпті. Біз оларды аударып алмай, тоқтатуға тырысуымыз керек. Әсет екі қолын жұдырықтап отыр. Мөлдір, тек аман болшы. Ал микроавтобустың ішінде Мөлдір әр бұрылыста орындықтан ұшып кете жаздайды. Қолындағы пластик байлауыш білегін тіліп, қан шыға бастаған. Жүргізуші ашумен айқайлап келеді. Артымыздан қалмай қойды. Қасындағы адам артына қарап. Бір көлік жақындап қалды. Құтылмаймыз. Олар өзара айқайласып жатқанда, Мөлдір байқатпай білегіндегі байлауышты темірдің өткір шетіне үйкей бастады. Бірнеше минуттан кейін шықт. Байлауыш үзіліп кетті. Мөлдір еркін дем алды. Бірақ қашуға әлі мүмкіндік жоқ еді. Алдыңғы жақта үлкен көпір көрінді. Жүргізуші сол көпірге қарай бұрылған сәтте қарсы бағыттан ауыр жүк көлігі шықты. Абайла, деп айқайлады жанындағы адам. Жүргізуші рөлді күрт бұрды. Микроавтобус тайғанап, жол жиегіне қарай сырғи жөнелді. Бірнеше секунд бәрі баяулап кеткендей болды. Мөлдір көзін жұмып үлгерді. Тарс. Көлік жол жиегіндегі қоршауға соғылып тоқтады. Алдыңғы әйнек быт-шыт болды. Жүргізуші есінен танып қалды. Қасындағы адам сыртқа шығып қашпақ болды. Бірақ дәл сол сәтте полиция көліктері келіп тоқтады. Қозғалма. Полиция. Ол қашып үлгермей ұсталды. Әсет көлік толық тоқтамай жатып сыртқа атып шықты. Мөлдір. Дауысы жаңбырдың арасынан жаңғырып кетті. Жауап болмады. Ол микроавтобусқа қарай жүгірді. Есігі қысылып қалған. Полиция қызметкерлері оны ашуға тырысып жатыр. Артқа тұрыңыз, деді бір қызметкер. Бірақ Әсет ешкімді тыңдамады. Темір есік ашылған сәтте ол ішке үңілді. Бұрышта бүктетіліп отырған әйелдің жүзі шашымен жабылып қалыпты. Әсет дірілдеген дауыс. Мөлдір? Әйел баяу басын көтерді. Көздері жасқа толы. Әсет? Бір сәтке екеуі де қозғала алмай қалды. Бір айдан астам уақыт бойы бір-бірін жоғалттық деп ойлаған екі жүрек ақыр қайта табысқан еді. Әсет оны құшақтай алды. Екеуі де үнсіз жылады. Ешқандай сөздің қажеті жоқ болатын. Сол құшақтың өзінде сағыныш, қорқыныш, өкініш пен үміттің бәрі бар еді. Кешірші, деді Әсет дауыс қарлығып. Мен сені қорғай алмадым. Мөлдір оның жүзінен ұстап. Жоқ. Сен келдің. Сен уәдеңде тұрдың. Мен сенің келетініне сендім. Олардың сөзін полиция қызметкерлері де үнсіз бақылап тұрды. Көпшілігінің жанарына жас үйірілді. Бірнеше сағаттан кейін ауруханада дәрігер Мөлдірді тексеріп шықты. Өміріне қауіп жоқ, бірақ қатты әлсіреген. Әсет оның жанынан бір елі алыстамады. Таң ата палатаның терезесінен күннің алғашқы сәулесі түсті. Мөлдір күлімсіреп, үйге қайтамыз ба? Әсет оның қолын қысып, иә, бұл жол ешкім бізді ажырата алмайды. Екеуі де балаларын ойлады. Қазақстанда оларды сағына күтіп отырған екі кішкентай жүрек бар еді. Сол сәтте Әсет пен Мөлдір бір нәрсені анық түсінді. Ең үлкен байлық ақша емес. Ең үлкен байлық отбасы. Ауруханадағы 3-ші күн Мөлдірдің жағдайы біртіндеп жақсара бастады. Дәрігерлер оған толық тынығу керектігін айтты. Әсет бір сәтке де әйелдің жанынан кеткен жоқ. Күн сайын оның тамағын әкеліп, дәрілерін уақытында беріп, көңілін көтеруге тырысатын.
Бірақ мөлдірдің жүзіндегі мұң әлі кетпеген еді. Не болды? Деп сұрады Әсет. Мөлдір көзін терезеге қадап, балалар. Олар бізді қанша күтті екен? Анам не деп жұбату жүрген шығар? Біз тіріміз деп ойладым екен? Әсет ауыр күрсінді. Мен де күнде соны ойлаймын. Бірақ ең бастысы, біз аманбыз. Енді бәрі өзгереді. Бірнеше күннен кейін тергеуші Томас пен Сара ауруханаға келді. Томастың қолында қалың құжат папкасы бар екен. Сіздерге жақсы жаңалығым бар. Әсет пен Мөлдір бірден елең етті. Не болды? Қылмыстық топтың негізгі мүшелері ұсталды. Еркінде толық жауап берді. Оның айтуымен тағы бірнеше заңсыз ферма анықталды. Сол жерлерден ондаған адам босатылды. Мөлдірдің көзіне жас келді. Сонда басқа адамдар да құтқарылды ма? Иә. Сіздердің берген мәліметтеріңіз өте көп көмектесті. Әсет үнсіз басын төмен түсірді. Ол Дастанды есіне алды. Ал Дастан ше? Томастың жүзі салмақтанып кетті. Біз оны да таптық. Бірақ бөлмеде тыныштық орнады. Ол тірі ме? Деді Әсет дірілдеген дауыспен. Иә, ауыр жарақат алған. Бірақ өміріне қауіп жоқ. Әсет терең дем шығарды. Көзінен еріксіз жас ақты. Егер Дастан болмағанда, мен бүгін тірі отырмас едім. Бір аптадан кейін Әсет пен Мөлдір Дастан жатқан ауруханаға барды. Дастанның қабырғалары сынған, беті көгеріп кеткен. Бірақ оларды көргенде күлімсіреуге тырысты. Айттым ғой, әйеліңді табасын деп. Әсет ештеме демей досын құшақтап алды. Рахмет. Сен маған екінші өмір сыйладың. Дастан күліп. Енді бір өтінішім бар. Айт. Балаларыңды құшақтағанда, мен үшін де бір рет құшақтап қой. Палата іші үнсіз қалды. Мөлдір көз жасын тыя алмады. Арада тағы бірнеше күн өтті. Қазақстан елшілігінің көмегімен барлық құжаттары қалпына келтірілді. Ұшаққа мінер күні Майкл мен Сара әуежайға дейін шығарып салды. Майкл Әсетті құшақтап, "Take care, my friend." Әсет оның сөзін толық түсінбесе де, мағынасын жүрегімен сезді. "Thank you. You saved my family." Сара Мөлдірге кішкентай конверт ұстатты. "Мұнда біздің байланысымыз бар. Егер бірдеңе қажет болса, хабарласыңдар. Және ешқашан өздеріңді кінәламаңдар. Кінә сендерде емес. Кінә адамдардың үмітін сатып, тағдырын қиратқан қылмыскерлерде." Мөлдір көз жасын сүртіп, Сараны құшақтады. Ұшақ көкке көтерілгенде, Әсет иллюминатордан төменге қарап ұзақ отырды. Осы елге үлкен арманмен келген еді. Ал енді бұл жерден өмірдің ең ауыр сабағын алып қайтып бара жатыр. Мөлдір оның иығына басын қойды. "Не ойлап отырсың?" "Үйді, балаларды. Енді ешқашан олардан алыс кеткім келмейді." Мөлдір оны қолынан ұстады. "Бізге ең үлкен байлықтың не екенін өмірдің өзі үйретті." Әсет үнсіз басын изеді. "Иә, отбасынан қымбат ештеңе жоқ." Ұшақ бұлттардың үстіне көтерілді. Ал Қазақстанда оларды тағатсыздана күтіп отырған екі кішкентай жүрек бар еді. Ұшақ Алматы әуежайына қонғанда Мөлдірдің қолы дірілдеп тұрды. Терезеден туған жердің тауларын көрген сәтте ол көз жасын ұстай алмады. "Әсет, үйге келдік." Әсет үнсіз ғана басын изеді. Оның да тамағына өксікті қылған еді. Екеуі ұшақтан баяу түсіп, паспорттық бақылаудан өтті. Әр қадам сайын жүректері бұрынғыдан да қатты соғып бара жатты. Олар үшін ең маңызды сәт әлі алда еді. Келу залынан шыққан бойда адамдардың арасынан тамсы дауыстар естілді. "Әке! Анашым!" Әсет басын көтеріп үлгергенше, үлкен ұлы Алинұр жүгіріп келіп мойнына асылды. "Әке, енді кетпеші." Әсет ұлын құшақтап, көз жасына ерік берді. "Жоқ балам, енді ешқайда кетпеймін." Ал кішкентай Айсұлтан Мөлдірдің етегінен ұстап жылап тұр екен. "Анашым, мен сені сағындым." Мөлдір ұлын бауырына басып, бетінен қайта-қайта сүйді. "Кешір мені, құлыным. Анам енді сендерді ешқашан тастамайды." Балалардың әжесі де көз жасын сүртіп тұрды. "Құдайға мың шүкір. Аман есен келдіңдер." Ол келінін де, ұлын да құшақтап, "Сендерді енді ешкімге жібермеймін", деді. Бірнеше апта өткен соң, Әсет пен Мөлдір қалыпты өмірге қайта оралуға тырысты. Бірақ бәрі оңай болған жоқ. Түнде екеуі де шошып оянатын. Кемір есіктің тарс жабылған дыбысы
құлақтарынан кетпейтін. Кейде мөлдір балаларын құшақтап отырып жылайтын. Әсет те ұзақ уақыт жалғыз қалудан қорқатын. Бірақ олар бір-біріне сүйенді. Әр қиындықты бірге жеңді. Бір күні полициядан хабар келді. Англияда ұсталған қылмыстық топтың барлық мүшесіне сот үкімі шыққан екен. Олар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Сол күні мөлдір терезенің алдында үнсіз тұрды. «Не ойлап тұрсың?» деп сұрады Әсет. Сол жерде қалған адамдарды. Бәрі де үйлеріне аман оралса екен. Әсет оның жанына келіп, біздің де қолымыздан бір іс келеді. Қандай? Басымыздан өткенді адамдарға айтып береміз. Басқалар дәл осындай тұзаққа түспесін. Мөлдір келісті. Егер біздің әңгімеміз бір ғана отбасын сақтап қалса, демек көрген азабымыз бекер болмағаны. Арада бір жыл өтті. Үйдің ауласы бұрынғыдай балалардың күлкісіне толды. Алинұр мектепке барып жүр. Айсұлтан футболға қызыға бастады. Ал Әсет пен Мөлдір әр кеш сайын дастархан басында жиналғанда үнсіз бір-біріне қарап күлімсірейтін. Олар үшін қарапайым кешкі ас та үлкен бақытқа айналған еді. Бір күні үлкен ұлы: «Әке, Англияға тағы барамыз ба?» деп сұрады. Әсет баласының басынан сипап: «Жоқ балам. Бізге ең әдемі жер өз үйіміз. Ең қымбат байлық біздің отбасымыз». Балалар күлімсіреп ата-аналарын құшақтады. Мөлдір көзін көкке көтеріп іштей: «Раббым, бергеніңе шүкір. Енді ешбір отбасын біз көрген сынақпен сынай көрме», деп дұға етті. Сол кеште үй іші бұрынғыдан да жылы көрінді. Өйткені бұл үйде қайта табысқан екі жүрек, ата-анасын қайта құшақтаған екі бала және ешқашан үзілмейтін үміт бар еді.